Ассаламу алейкум достар. Осы қарайлас жобасы басталғалы бері менің дайректімде келетін хаттарды оқу қиын шынымен де. Мен айтайын, бәрін почти оқимын, бірақ бәріне жауап бере бермеймін. Себебі жауап бергеннен кейін бір көмектесу керек сияқты болып қаласың. Бірақ бір осыдан туындайтын ой ғой. Көп адамдардың, шынымен де мұқтаж жандардың, мен білмеймін енді бәрін деп айта бермеймін, бірақ та көпшілігінде бір мындай нәрсе бар да. Осындай бір жобадан, осындай бір қайырымды адамдардан, бір қайырымды бір кісілерден үміт күтеді. Солардан сұрау, солар көмектесетін шығар деген сияқты. Бірақ негіз олай емес. Мен сізге сразу айтамын, негіз олай емес. Кез келген қиындықтан шығарушы бұл біздерді жоқтан бар еткен әлемдердің Раббысы Алла Тағала. Себебі Алла Тағала деп кез келген қиындықтан кейін екі жеңілдік бар дейді. Бұл Алланың уәдесі. Сондықтан достар, бізден, асар өнеден, харекеттен емес, Алладан көбірек сұраңыздар. Біздегі тағы да бір проблема, біздің бір үлкен проблемамыз, біз Алланың айтқанын істемейміз, бірақ Аллаға өзіміздің айтқанымызды істеткіміз келеді. Алланың парыз еткен нәрселерін істемей жатып, біз Алладан басқа бірдеңелер сұраймыз. Яғни біз Алланың жолымен жүретін болсақ, Алладан парыз еткен нәрселерін, намаздарын ықтиятты оқитын болсақ, оразасын ұстайтын болсақ, Алладан сұрасақ, Алла Тағала бізге міндетті түрде жеңілдік береді. Себебі не дейді Алла Тағала? Менен дейді, менен намазбен және сабырлықпен сұраңдар дейді. Намазбен бірінші құлшылықты айтты, одан кейін сабырлықпен дейді. Сондықтан достар, мейлінше енді бұл жалғыз мұқтаж жандарға емес, көп адамдарға байланысты нәрсе сияқты Алладан сұрау керек, дұғамен құлшылық ету керек, әрекет жасау керек. Иншалла сонда бәрі жақсы болады.